Сәлемет сендерме құрметті оқушылар, Шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар жұрнақ пен жалғау деп аталады. Сабағымыздың мақсаты жұрнақ пен жалғау туралы үйренетін боламыз. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннен не көріп тұрмыз балалар? Ат ауырып қалған екен, атты немен алып келе жатыр? Шөппен. Кім алып келе жатыр? Bir бала. Көрейік. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны. Дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі. Бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып ат шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Мына кісі кім екен балалар? Қажымұқан екен, ат шыдай алмаған екен. Одан кейін атты өзі шөппенен бірге алып келе жатқан екен. Палуан қандай болу керек балалар? Палуан мынандай болу керек. Яғни палуан күшті болу керек. Қандай палуандарды білесің? Қажымұқан Мұңайтпасов. Осы біз қазақ дегенде Қажымұқан Мұңайтпасов біздің есімізге түседі. Қажымұқан туралы басқа да ақпараттарды энциклопедиядан біліп ал. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерден жұрнақ пен жалғауды ажыратайық. Әлем, әлемдік. Міне әлем, әлемдік. Аренаға шыққан қазақтың, қазақ деген бізде түбір, тың деген жалғау. Өйткені қазақтың деген мағынасы өзгеріп тұрған жоқ. Қазақ және қазақтың екенін айтып тұр. Сауда түбірі, гер жұрнақ. Жалшы дегеніміздің өзі түбір болады. Шана, шанамен деген жалғау болады балалар. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымұқан қазақтың тұңғыш палуаны. Ол дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Сөйлемдегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талдай аламыз, балалар. Бірінші түбірін табамыз. Қазақ. Мынау не екен? Жалғау. Палуан. Мынау не екен? Жалғау. Жүлде. Жүлдегер. Міне жалғау болады, гер деген жұрнақ болады, жүлде дегеніміз түбір болады. Өлеңді көшіріп жаз. Палуан-ау палуан, әдіскерсің алуан, жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын шығасың, дейді Тұрысбек Еділбаев. Қарамен берілген сөзді сөз құрамына талда. Әдіс, түбірі, кер, жұрнақ, сың. Не деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, жалғау. Палуан сөзіне бірнеше жалғау айт. Үлгі палуандар, палуанға, палуанмен, Берілген әріптерден торы көзге азықтық тақылдар мен тәттілердің атауын құрап оқы. Артық әріптерді келесі жаққа орналастырып қандай сөз шыққанын айт балалар. Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Өпіркі. Қандай жеміс шығады? Жарайсыңдар. Өрік. Өрік. Қандай әріп артық екен? П, Одан кейін мынау. Қиынын айтып көрейік, Мынау қияр. Қияр шығып тұр мына жерде. Қайсысы артық? Л артық, Мынау арпа, Арпа артық болады. Мынау натыр. Мынау арпа болады. Қалғандарын балалар өзіміз табамыз. Жұмбақты оқып шешуін тап, ойынды бұзсаң күш қылып, тоқтатады ысқырып. Ол не балалар? Жарайсыңдар, ол ысқырық. Бұл сабақтан не үйрендім? Жұрнақ пен жалғау туралы білемін. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңдар.